Жол біреуге ұзақ, біреуге қысқа, біреуге даңғыл, біреуге сара жол. Ал біздікі Дарханның дара жолы. Өнерге келген жол ұзақ болғанымен, өмір жолы қысқа болған. Дархан Дайырбек досымыздың қандай жолмен жүрген ата-ана, бауыр туыс, замандас достары жақсы біледі. Ал ұлдары біле ме? Әкелерінің өнер көгінде самғап жүрген есінде қалған ұлдары сол биікке әкесі қалай келді? Қандай тар жол тайғақ кешуден өтті? Біле жүрсін деген мақсатпен кіші ұлы Абзалды ортаға алып, Дарханның ата жұрты Нарынқолға, Райымбек ауданының Жамбыл ауылына тартып кеттік. Нарынқол бағиямай, Байынқол дариядай, бұллағы сыланға қан, сақал қырау басқан, хан тәңірі қариядай. Тоқтап отам, атаң келеді артыңда, дария шалқардан алығын алтыңда. Сенің сәби сәттеріңнің мысқылын айырбастап таба алмай жүр алтынға. Тоқтап отам, атаң келеді артыңда. Жүзе жүріп жүз құбылғаны сағымда, жастық дейтін көктөменің шағында. Өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қарттың мәпелеген бағында. О, Абзал батыр, міне осылай. Сенің әкеңнің саналы ғұмырының біраз осы жол үстінде, көлікте, самолетта, пойызда гастрольде өтті. Осылай ән салып, жол үстінде. Кубань, Паз деген автобустар ішінде. Қытайдың автобустары, ондай автобустар сен көрген жоқсың. Сен көрмеген автобустар ол. Әртістер өстіп отырамыз. Сонда ағаң өстіп ән айтады. Оған сенің әкең қосылады. Театрдағы жастардың бәрі ұйықтап отырады. Ұйықтап отырғандарды Дархан ұнатпайды. Әрқайсысын әңгімеге тартады. Ей деп, олар оянбайды. Соңғы бізде бір масқара концерт деген интермедия болды. Сонда сенің әкең қолына дәу ана ударник барабанның тарелкасын алып шығып, даң-даң еткізіп ұратын. Темірдің дауысы ашы сондай. Соны өзімен бірге тасып жүрді гастрольде. Соны жаңағы автобуста ұйықтап отырғандар әбден қатты ұйықтап кеткенше тиіспейді. Тәтті ұйқыға кеткен кезде аналардың құлағының түбіне барып жаңағы темірді таң кесіп бір-ақ ұрады. Нарынқолға бара жатқан кезде, қазір Нарынқолға барған кезде жолда тоқтап көрсетемін. Бізде Нарынқолда бір шекаралы аймақ болғаннан кейін пропускасыз кіргізбейтін. Жолда шекарашылардың пост тұрады. Тура сол жерге барғанда ұлан ағаң мен сенің әкең екеуі қытайша сөйледі, қытай болды. Таза қытай Дархан, ұлан қазақ аудармашы болды. Жоқ, олай болды қасық. Ана базарға барып біз келгенге тоқтадық қой. Қорып бір нәрсе алдық. Қымыз іштік. Сол кезден солдаттарды көрдік та, екеуміз қытайша сөйлеп кеттік. Да, хуала деп қоямыз. Сөйтсе аналар тыңып, да, деп айтады да Дархан. Хуала, фушыңғы хуа, тезуғы деп қоямыз. Гүгісі деп арған. Шаушы дегендерің бар? Шаушы деп, лаубан деп қоямыз. Ана солдаттардың барлық қарап қояды біздерге посттағы. Соның біреу келіп менен сұрады, мыналар Қытай ма деді. Иә, Қытай дедім. Ана посттан өткізбейді ғой деді. Қорықпа, өткізеді деді. Ол солдаттар қалған артымызда. Біз Кегеннің базарына жүріп кеттік те, жаңа постыға бардық. Постыға барғанда автобус келген кезде офицер тексереді, жай машинеге солдат тексереді. Конец нет. Шу. Обратно выйти. И худю, гусу я. 咋样看这样也对应该。是这。跟姐的这种叫，我都要瞧。来的。不要是。不要是。老师，你不是。你不上去就错。人家呀，才要给干。
我是啥股？Спокойно. Сюда на плен держаться. Да я кину. Он слушай, тихо, не bảo呀。你把我干张牙，怎么没张牙？你把我查，你往回抓。Екеуінің қытайшасы бір жарты сағатқа созылды ғой. Сосын барып, қой бұлар деп, бұлан өзі айтып білмеймін, не деп айтты, қалжың деп түсіндіріп, қарқылдап күліп. Сонда ең қызығы, жаңағы офицерлерді айтамын да, телевизор көрмеген болып тұр ғой. Танымайды да Дарханды? Танымайды. Жамбыл ауылындағы Дарханның кластастары бізді қарсы алып, бірден өздері бірінші сыныптан бастап оқыған мектепке алып барды. Мектеп оқушылары Дарханға арналған арнаумен қарсы алды. Хан Тәңірдің өрені Дархан ағаға арнау. Авторы мектебіміздің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Сығайва Айгүл. Жүрегінде жанушы еді жалынды от, көрінді енді аз ғұмырың сағым боп, мақтан етіп жүруші едің нартылға, қалың елің қазағыңды бағын деп. Әлі алар асуларын көбеді, биік болып тұратығын береді. Жұлдыз болып ағып түсті аспаннан, ала сармас Хан Тәңірдің өрені. Таулысың, таудан қаққан қанатын, жан едің ғой, орны бөлек таратым. Қысқа өмір сапарында, ісің қалды артында. Үлкен кіші, көп бейбірат алатын. Жаны жұмарт дарашыңдай өр тұлға, мінезің де теңейтіндей алтынға. Бір туары елімнің, құрметтісі халқымның, ізін қалды жарық шашып артыңда. Құран құсын көкке жайқан қанатын, асулары көбеді ғой талатын. Күлкің менен бояп бөлеушедің шуаққа, неге ерте тоқтады өмір сағатын. Аңқылдаған ақ көңілді жан едім, қараңдаршы құдіреттің шеберін, өнершіңім бағындырған батырым, өрге жүзіп жүрушеді өнерің. Неге келте болды екен бұл жалған, биіктерге самғағанда нұрларман. Жүргенімде жарық әлем төрінде, көрушедік әлі талай шыңдардан. Тамаудадан қайта барып тауылы, неге өмір таусыл дертіне сауығы. Туған жерің сені жоқтап менекей жасандалып қайта жауар жауына. Айналайын, Дарханның коллективі қысқа метражды мынандай деректі фильм түсіреміз деп, осы Дарханның өмір жолынан, Дарханның жүріп өткен жақсы істерін халқыма, бала шағасына паш етейін деп келгендерге мыңда бір рахмет сендерге. Алланың нұры жаусын. Әуелі Құдай ауласын, оң жолына бастасын, өсе берсін мал басын, еш жамандық болмасын, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, ойдағы қырдағы балашаға Құдай айдан амандылдан ешен бол. Я Аллам, Мединада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Алматыда Райымбек барағы сені қолдасын. Жолың түсі жол сексен қасыңда болсын жолдасың. İzlеген düşman tapmasın, pəleden, canadan, kaygıdan, kasretten bir Allah özü saklasın. Darkanımın yatkan yeri candattı, iman koyunda, bereke sorunda olsun. Артында ұрпақтар аман болсын, ел жұрт аман болсын. Бірінші сентябрьде біз мектепке алып келді ғой. Арман, Дархан үшеуміз, бәрі екіден өткен үшеуміз бірінші партаға отырып алған болса. Bir-birimizden ajramaymiz deb үшеуміз жаңағы. Қандай бөлініп қалды мысалы? Үшеуміз отырдық. Бірінші сентябрьде жаңағы жерде тұрықта мені тұрғызып алып кетті. Bir сағат, 2 сағаттан кейін ба, бізге жаңағы үшеуі енді бөлім дейді да, қайсың жазғанымызды, қайсың бармай үшеуі жарып қалғанымызды сұрағанымыз. Содан бір мұғалім ертіп мені алып кетті осы тұрғызды. Екеуі Арман мен Дархан келіп қалып қойды. Бірінші сентябрьде менің есімде қалған. Осы отырған балалар, қыздар, сенің әкелерінің жастарын класстасыңыз бәріміз. Осы бала кезден кішкентайдан жүргізген. Осы парта 3 қатар болатын. Ар жақта бір қатар. Sonra бірінші, екінші партада әкелім отыратын Дархан. Осы старысты болатын. Мықты болады. Білем, менің партам тур өз партам.
Сол асы ойнаймыз, жарма ойнаймыз. Әкеге кішкентай зейнет бар еді. Соны айтқан қақылда кеп күлеміз, асыққа таласамыз. Анағын беріп деген ағын асық сатады. Әлі сатып кешерге қойапсан, қызыл, жасыл, көк, сары. Ол ас талабында ойнаймыз өңін. Көрінген бұтыл қасат, жабатарай деп. Бұл кезде қалай сен дейесіз деп? Өсіп. Абзалға әкесі өскен ауылды аралатып, өздері тұрған ескі үйді көрсеттік. Байынқолдың жағасына серуендеттік. Жаман адам ой өмірге келмей тұғын ой болса жоқ. Жақсы адам ой өмірге өлмей тұғын ой болса жоқ. Дархан екеуміздің мынау нағашы ендігіміздің арқасында шығар, енді артынан ерген інім болды. Екеуміздің репертуарымызда бірдей. Мен орындаған репертуарды Дархан орындап жүрді. Кейде бір келіп Дарханға әзілдеп айтатыным бар еді. Осы сен менің бүкіл репертуарымды орындап, халыққа танымал болдың. Сен қашан қоясың осыны деп. Сол кезде бір Дарханның айтқаны бар қайрата. Жақсы болды. Келіңіз, екеуміз нағашы жиен деп бір-біріміз сотқа берейік. Репертуарға таласып. Көрін бе қандай, одан ар танымал боламыз дейтін. Бәрі жақсы көретін. Шетелдегі қазақтар бәрі жақсы көреді Дархан. Сондықтан не енді аз өмір сүрсе де көп өмір сүргенін ісін істеп кетті. Танымал болды. Халыққа еңбек етті. Сонда өз көрмеген жақсылықтарын балапандар өздері көрінді. Алтай досы Абзалға мінгізген атын көрсетті. Менің кез келген баламның сүндет тойында да, қара жас тойында да, 50 жас тойында да келіп еді. Сол кезде мына Абзал баламен бір келіп еді. Сонда осыдан 2018 жылы 50 жасында. Сол кезде бір тай мінгізбедім балама, Абзал балама. Сол тай міне өсті. Қарап отырсаңыздар, зымырап өтіп жатыр өмір. Бұл дүние аяр екен ағып өткен, қалғанға бұғалығын тағып өткен. Ілгері білер менің сөзін тыңдап білмеппін, бұл заманың нағып өткен. Біріңғай тұратұғын тіршілік жоқ, тамаша бұрынғылар сауық өткен. Дүние келерінде қызық болып, құбылып кетеріндей сәні кеткен. Ой! Гастрольді ары-бері жүрген кезде түн болсын, күн болсын, үнемі ыстық тамақ алып шығатын Шиелідегі Гүлкашима нағашы әпкесі мен Айдарбек жездесі бұл жолда дәстүрді бұзбай, темір жолға ыстық дәмін арқалап шықты. Істеріңіз сәтті болсын, біздің Дарханның еңбегін осылай елеп жатқандарыңызға рахмет. Жолдар болсын, ақ жол. Дархан өзі ерекше тұлға еді. Жолдарыңызды жақсы сәтті болсын. Шалқарға келдік мінекей. Абзалдың әжесі өздері тұрған ескі үйлерді көрсетіп, әкесі ойнаған құмға, әкесі шомылған Шалқар көліне алып барды. Баласы әкесі ойнаған көшеде ойын ойнады.
Сосын әкесі оқыған Ыдырыс Үргенішбаев атындағы мектепке барып, класс жетекшісі Тәрбие апайдың сөзін тыңдадық. Оның жамандығын көргенім жоқ, өзім тентектігін көргенім жоқ. Қанша жыл оның класс жетекші болып, қоян қолтың араласып жүрді. Өзіміздің классымызда 10-шы Б классы дейтін класста оқыдым. Класстың балаларына үлгі болып сынатын еді. Сосын өзі қуақы, артистік қабілеті бар. Мектепте жүргенде өзі көрсете бастады соны. Еріндарханға қараған сайын өзі кеше ғана көз алдында жүрген құрттай балалардың бүгін жоқ дегенге сенгім де білмейді. Аман жоқ, тағдырлық іс бәріне де көндіреді екен. Мысалы Дарханым керемет спортшы болды, керемет ойыншы болды. Аудандық облыстық жарыстарға баскетболдан ісі орындардың алды болды. 490 мектеп аппаратында Ыдырыс Үргенішбаевтың атында алдына жан салмады спорттан. Папам мына домбырада тартатын. Мектептің ойын кештерінің бәрін жүретін. Оның өзінің жан жолдас баласы досы Сүлеймен Қуаныш деген болды. Қазір Ақтөбеде қызмет жасайды болған. Сол екеуі жобын жазбай бірге жүретін тұғын. Папам әр уақытта барлық жаңа айтқандай барлық нәрсеге қатысады. Ақ көңіл, елімізден кәдімгі адамгершілігі мол азамат еді. Ана қатар құрбысымен сөйлескен кезде күліп сөйлесетін еді. Балдармен өмір кешкенін көрмеймін оның. Сондай тіл тапқыш, ағаден. Және өзінің тапсырылған ісінде бар бойынша мұқият болды. Кем Аралжан. Шалқардағы класстастары баланы ортаға алып, біраз естеліктер айтты. Дарханның өздерінің тойына келгенін, туған күндерін өткізгенін қызықты қылып, біраз сөйледі. Дархан бір жас жері жұлдыздаудың ауырған жоқ осы балдардың. Жігіт бала болса, жұлдыз жас кезінде достарымен, бала кезінде бала кезіндегі жігіттермен қалып. Сол несімен қалып өзгерген жоқ. Иә, келгенде бәрі мешітке келгенде сол мінезге байда, мінезін жақсы. ешкімде жатырқа деп сұрап тұрады ғой, бәрі. Мектеп директоры мұражайда сақталған Дарханның бағаларын көрсетті. Абзал осы мектептегі әкесінің ең алға шыққан сахнасына шығып, күй шертті. Жан-жағына, бауырларына қамқоршы етті Дархан. Сол болдым. Алтын жарылқасын, жаны жәннатта болсын. Артында ізі бар, ақжолдай, абзалдай азаматтары бар. Дарханың халқының жүрегінде, мәңгі жүрегімізде. Жүрегімізде мәңгі сақталады. 2006 жылы мен балам ауырып, 2016 жылы Алматыда 10 ай больницада жатқан. Сонда көкем күн сайын келіп, 22 наурыз күні осы балдарға концерт қойды. Сол ауырып жатқан, лейкемиямен ауырып жатқан балдардың бәріне, жаңа менің мақсат деген балам, көке келесіз ба? Қазақша келіңіз келіп, балдарға өлең айтып берші деп. Соны сөзін тастамай, сол келіп концерт қойып жаңағы. Әдемілеп, не істеп, мақсат сенің көкең ба? Сенің көкең ба? Иә, менің көкем. Деп көрім, не істеп, 10 ай больницада жатқанымда бір де күн тастамай менің қасымда жүрді. Өзі қанша уақыт жүрсем де әйтеуір. Шалқардан Ақтөбеге аттандық. Класстастар әнмен, әзілмен думандатып қарсы алды. Жастар едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік, бәрімізде армандастар едік, армандастар құрдастар,
абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Өттіңдер ме, биік асуларға жеттіңдер ме, биік асуларға жеттіңдер ме, армандастар құрдастар. Бәріміздің мөлдіреген аспан едік, бәріміздің өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз бірінші қатарда мына Қуаныш пен Сағыныш отырды. Одан кейін Сырлыбай мен мен тұрдым. Сосын жаңа Жинка мен Айгүл отырды. Әлімжанова Айгүл деген қыз болды. Сол деген Дарханды өте жақсы көрді. Өзі хат жазады, өлең шығарады жаңағы. Қуаныш біледі шығарсын шет жағасын. Соны жаңағы ол Әлімжанова Айгүл деген өзі бір тұйық қыз ол. Ешкім бәкпейді, қасында отырған Жаңабек деген бала айтады Сағынышы. Еркек классникқа ері бала ғой. Сосын жаңағы мен құлағыммен тыңдап отырамын, жақсы өлең айтып сөйтеді жаңағы. Өлең шығарып қойған өзі Айгүл. Соны естіп аламын да, мен өзім класста кішкене шустрилау болдым ба, ер балдардың қасында көп неғып жүрдім. Соны ақбет қағазға Дархан плюс жаңағы кім Айгүл деймін де бүйтіп ұстап отырамын жаңағы бүйтіп. Содан тіл таяқпай бір күні. Жоқ өйдеп жазайын. Дархан плюс Дина деп өзім жазамын. Айгүлді қызғандырғым келеді. ұятайды екен. Содан тіл таяқпай бір күні сабақта Дина білеміз Дархан жақсы көретінді алып қой қағазды. Сонда ана ойым Айгүл қызғанады жақсы көрген бала махаббат дейді соны. Содан күлеміз ғой, сосын физика, химия деген сабақтарда жаңағы свободный бір-біріміз алмасып отырамыз. Содан мен Дарханның қасына барып отырып аламын. Айгүл саған шыны келеді, Әлімжанова Айгүл жаңағы қызған. Сондай бала махаббат болады екен. Қыз бала ер баланы жақсы көрсейді. Өлең шығарып жазып Жаңабекке айтып отырған еді. Қуаныштай шет жағасын деп біздің алдымызда тұрды ғой. Сондай қызық нелері болды жаңағы неғылып жүргенде. Одан бір класстасы Зибагүл деген қызды жақсы көрді, мазақтаймын қатты жақсы көреді. Оны Дархан жақсы көрді. Осындай күтпей кезінен оны ашық қылғаны ғой енді сонда барлығы жан-жақты. Жаңағы жігіт болу жағынан да, өнер жағынан да ерте өсіп тұр ғой мынағыдай көкірегі ояу болып тұр ғой. Ертесі екі езу театрының ұжымымен кездесті. Сенің папаң Шалқарда оқығанын білесің, кеше барып келдің ғой. Сол Шалқарға 15 шақырым жерде Шалқар Сақбозы Жылтыр деген құмды ауыл бар. Сол ауылдан мен туып өстім. Бірақ енді бала күнімізде біз мектептерде жарыстарға барамыз, военкоматқа барамыз, бірақ Дархан айтады да папам, мені былай есімде сені көрген сияқтымын дейді. Бала күнімізде. Бірақ мен есімде жоқ. Артынан біз енді 2001 жылы Екезу сатира театры тұңғыш рет Алматыға студенттер сарайына концерт қойды. Сол кезде Жанар Айжанова деген апаңды білесің? Сол Жанар Айжанова сенің папаңды ертіп келді. Мынаны танисың ба деп мен айтам. Жоқ, танымаймын деймін. Сендер Шалқардың жігіттерсіңдер, неге бір-бірлеріңді танымайсың деп, папаңмен тұңғыш рет 2001 жылы тамыз айында сол студенттер сарайында біз кездестік. Содан әрі қарай дос болып кеттік. Өте папам бауырмал. Оны енді бер жағында өзіңді білесің ғой, сен кішкентай кезіңде ылғи бізді сіздің үйге алып барады. Гостиницада жатамыз, папаңа айтпай келеміз, бірақ ана әлеуметтік желіге сурет саламыз ғой. Сол кезде көріп қалады да звондайды. Сендер қашан келдіңдер, маған неге айтпадыңдар деп. Қонақ үйіне келеді де бізді көрпе төсеуімізбен, киімдерімізбен салып да үйіне барып лақтырып тастайды. Мамаң тамақ пісіріп жатады. Сонымен сондай өте қызық еді. Енді сенің есіңде бар ма? Осыдан 3-4 жыл бұрын біз Алматыға барған кезде Дархан жаңа қонақ үйінен бізді алып кетті. Берік сен барсың ғой? Мен бармын ғой. Келсек, үйде сені тастап кеткен, сен ұйықтап қалыпсың. Содан есікті қағамыз, ашпайсың, телефон соғамыз, көтермейсің. Сол 2 сағат отырдық. Чез шақыратын болдық қой. Ұйқысы қан сонда дейді, сол коридорда отырмыз ғой күтіп. Сол 2 сағат. Подъезде. Содан 2 сағаттан кейін аштым, білесің бе? Ұтып қалған шығар бірақ. Кішкентай ғой. Қатты ұйықтап қалған ғой. Шаршап. Енді папаммен осы сахнада 2019 жылы сенің папаң осында айтқыштар Ақтөбеде атты осы Егезу сатира театрының әзілсқақ конкурсы бар. 9-шы рет өтті. Осы жерде Дархан маған пародия жасады. Гитарамен келіп, маған өлең айтып, осы арада күлдіріп, арнайы сыйлық тауып кетті.
Сатираны қару қылған әлімжеттік бар кезде, Ақтөбеде жігіттер бар шымшып алар әр кезде. Тілінің ау тікені бар шағып алар әрдайым. Бұл жігітті әдемілеп қазір мен ақ айтайын. Күлкіні жүрген құшақтап, арсызды жүрген пышақтап, тоңқайып тұрған түсіндей, бұл сатирик менің әлі есімде. Беу Нұрлыбек жұбатқан, қорқауларды шулатқан, әжесінен қалған қасиет, түс көріп бәрін сұлатқан. Туа сала бұл бала, сырғып түсіп гамажға, қағаз қалам сұраған. Үңгәләудің орнына қарқ-қарқ күліп жылаған, қаламға мініп жарысып, сықақ жазып тулаған, міне сондай бұл адам. Енді папаңа, әкеңе ұқсасаң, жақсы азамат боласың балам. Абзал. Айналайын. 5 оқып жатыр екенсің ғой, е? 5 алып жүріп бастайды. 6 класс оқығанда 6 алып та керек болса. Плюс 5 деген ол 6 деген ғой. Жарай ма? Екезу театрының жетекшісі Нұрлыбек Абзалға Ақтөбеден сый тарту етті. Шығарған, жөзем шығарғанда да бәрінде өзі жүрді, көмектесіп келді мамасына. Шалқарын ұмытқан жоқ, Нарынқұлын да ұмытқан жоқ, айналайын. Бақытты болсын, артығынан болсын. Алдынан Құдай жарылқап, жан жанатта болсын. Алдынан алдында жарылқасын Алла Тағала. Көп айтатын не бар. Ақтөбеден Қарағандыға жетті. Қарағанды қаласына, Дарханның ең алғаш студент болған қаласына үлкен ұлы Ақжол келді. Химфак, әкең оқыған. Ғимаратты, осы ғимараттан жаңа салған бұрын басқаша. Сосын мынау біз 88 жылы ашылды, Шалқыматы бұның алдында кинотеатр болды. Осында концерттерде бірге болатынбыз. Ол ансамбль 71-ші жылы құрылып еді. Содан сол ансамбльде мен концерт жүргізіп жүрдім. Содан енді 88 шығар енді, 88 ба, 87 ма. Сол уақытта сахна жастықты жақсы көреді ғой. Мен енді уже 40-қа келген уақытым болды. Сондықтан мен ол жұмыстан шығып, бухгалтерияға ауыстым да, менің орныма сенің папаң Дархан болып келді. Менің қолымда отырған мына сурет, сол кездегі папамның біздерге келіп қосылып, біздердің концертімізді жүргізіп жүрген кезі болатын еді. Үлкен деп құрметтейді, кішкеде сол бауырмашыл сондай не болатын. Жақсы болатын. Осы анау үйлерден телевизордан көрсеткенде бір нелерін пропуск етпеймін. Дарханды көрсетсе болды, отырамыз. Ойба Дарханды көрсетіп жатыр. Киносында көреміз, өзі шын айтқанда өсіп келе жатқан. Видно бұл өсіп келе жатқан. Жаңа өсіп келе жатқанда кім ойлаған осындай қалапты. Ол 8 ұлы бір сырда жігіт болатын. Әзілдесе әзілде мынандай әңгімелерді сахнаға шыққанда жандырып, сондай көз жанып тұрады. Сол әншілігі жағынан да айтатын болсам, домбырамен әлі жақсы айтатын. Мен жатқан жері жай болсын, көрмеген бала шағасын берсін Алла Тағала. Өте жақсы адам болады екен. Айналайын Ақжол балам, жаңа ғана біз әкең қазақ
киносының, қазақ театрының, қазақ өркениетінің жұлдызы болған Дархан досым, Дархан бауырым еңбек еткен ол Қарағанды облыстық филармониясында болып келдік. Енді бүгін екеуміз сол Дархан оқыған кезінде атақты академик Бүкетов шыққан сол Евней Арыстанұлы Бүкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің химия факультетінің зертханасында отырмыз. Біреу 100 жыл өмір сүреді, бірақ та судан өткендей артында із қалмайды. Біреу аз ғұмыр кешсе де аққан жұлдызда жарқырап түседі да, көргеннің де, байқағанның да елдің де көңілінде қалады. Менің Дархан бауырым, қазақтың Дарханы, менің әкең марқұм, сондай бір жарқырап ағып өткен жұлдыз еді. Сонау 80-ші жылдардың басында, өткен ғасырда Қарағандыда бір жастардың рухани өнерге деген, ұлттық болмысқа деген құштарлығы тасып тұрған кезінде Дархан біздің ортамызға келді. Оның бір ерекше қасиеті қандай отырыстың болмасын, қандай мерекелік шара болмасын, қандай жиын той болмасын, соның ең алдымен көңілін көтеретін, екінші соның бүкіл рухын асқақтатып кетеді. Әлі есімде 80-ші жылдардың басында Қарағанды мемлекеттік университетінде біз Балауса деген әдеби шығармашылық бірлестік құрып, республикалық, одақтық деңгейде небір шаралар өткіздік. Тіпті 30-дан астам мемлекет қатысқан үлкен интерслеттер өткіздік. Соның бәрінде Дархан қоян қолтық араласып, сол үлкен қазақты танысын, Қазақстанды танысын, ел танысын деген азаматтық болмысымен жүреді. Екінші бір айтайын, бүгінде қазақ киносы, қазақ театры, теріс қақпай театр арқылы қазаққа танылған Дарханның ішкі жан дүниесінің тазалығы. Қай уақытта болмасын, қашанда болмасын, мен Алматыға барсам Дарханды шақырып алатынмын. Менің Алматыға келгенімді естісе, Дархан жүгіріп келіп сәлем беретін. Ал Қарағандыда біз бір үйдің баласындай өпішіп жүрген кезде қазақтың әнінің де, қазақтың әзілінің де, қазақтың рухани әңгімесінің де бір қайнар көзі, мөлдір бұлағы Дархан болады. Бүгін міне 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдықтары өткен кезде қарап отырсақ, сол 20-ші ғасырдың аяғындағы Дарханның бейнесі арқылы, Дарханның өнердегі орны арқылы, Қарағандының халқының ортасындағы абырой арқылы сол кезде жүрген жас бала да, сол кезде болған қартаң үлкендер де, ақсақалдар да қайсысын сұрасаң қазір Дарханды ұмытқан жоқ. Ақжол балам, мен сенің әкең Дарханмен 1986 жылы осы ауылдан Қарағандыға оқуға түскенде университеттің қабырғасында таныстым. Екеуміз химия факультетінің кешкі бөліміне түстік. Сонда танысып, осы Қарағандыға келгендегі ең бірінші менің студенттік жолдасым сол Дархан болды. Ешқандай екеуміз қаланы көрсетіп жүрген кезде халық кәдімгі қасында Дархан жүргендей болып елестер. Жүрісің де, бас киімді кисің де бәрі. Сондықтан енді осындай қалға артында бар. Амал бар деген. Тек қана амандық тілейміз. Аман болсын. Теріс қақпайды орта өмір қызық болды. Сол теріс қақпай деп жүргеніміз біз айтамыз, неге теріс қақпай біздің жақтан неге келмейсің деп жүріп. Сөйтіп келетін болса, сен билет тарататын болсаң келем деді. Сөйтіп не керек? Билетті де тараттық. Жеңгең бар жаңағы, Наташа. Сосын жаңағы содан не керек? Орыстарына орысша, қазақшасын айтқан қазақтарға бар, орыстар билет таратады, бүйтеді, әйтеуір ешетірін жасайтынбыз. Дархан бар қасында. Әй, Нұрлыбек, сен дұрыс істеме, Нұрлыбек деп айтады, сөйлеген солай ғой. Дос десе дос, туыс десе туыс, ағам десе ағам. Сонша білмеймін бір жан жақта. Қалай сөз жеткізетін білмей жатырмын. Ғабит Мүсірепов атындағы театрда Абзал баласын Дарханның курстастары, әріптестері қарсы алды. Дархан көбіне комедиялық рөлдерді ойнады. Комедияның комедиялық спектакльдердің ішіндегі бір ең керемет рөлдер осы. Әкеңдікі Дархан. Қай спектакль болмасын, ішіндегі бір комедиялық образы осы. Әкеңге беретін, Дарханға беретін.
Сондықтан мен де осы Дарханның қайтып келу кезеңіне менің мерейтойым кезеңі тура келді. Сол мерейтойыма дайындалып жатқан кезде Дархан келіп, сол менің спектакльіме қатысты. Театрда қайтып келгендегі алғашқы рөлі сол менің спектакльімнің афишасын көрді ғой, еркекше деген комедияны қойдық. Міне таңғы түс, ол періште түс дейді ғой. Таңертең осы ойнаған алдында Дарханды түсінде көрдім. Сол қалпы күліп, келіп, үйге келіп отыр, сөйлеген жоқ. Бірақ сол енді сондай бір сәт болды, мен бірден істеп отырмын, оған бірден айтып отырмын, ол күліп қойып, баяғыша отыр да. Сен папаңмен да Дарханмен біз деген бір институтта бірге оқыды. Осы Рахман ағаң бар, Жомарт ағаң бар, біз бәріміз. Қандай керемет шақтар сіздердің кездері. Одан кейін бәріміз келдік та осы Мүсірепов театрына жұмысқа орналастық. Сол кезде алғаш келген кезде біздің бәріміздің ойнаған бір ертегіміз бар еді. Ергөжек. Иә, сол қойылымда мен көжекті ойнаймын. Мен лақты ойнаймын. Рахман ағаң лақты ойнайды, сенің Дархан әкең қозыны ойнайды. Қозыны, молын деп сол өзіне жарасып сөйтіп молды сөйтіп жүре береді жаңағы. Сосын жымбаланы ойнайды. Мен күшікті ойнасам, ол мысықты ойнайды. Bir gün Ергөжекті есіңде ме? Түлкі үйіне шақыратын кез бар ғой бәрімізді. Сосын бәріміз түлкіден кейін кіретіміз үйіне. Сосын Дархан айтты, тоқтаңдар деді. Түлкі ана жақта жүргенде бәріміз одан бұрын кіріп алайық деді. Түлкіден бұрын үйіне кіріп алдық. Түлкі аңқан не істер білмейді. Біз оған қайда кетіп, біз Дархан өзі Çayın var mı? Çayın var mı? Biz ana şimdi kırmızı diye. Dur çok önemli. Onu spektakülde söz yapıyorum. Tülkünün saskanı gözüktü. Ana kişinin özü kişine köpten oynamagan aktrise koy. Diğerlerin birine kırmızı. Darhan biz Darhan bir çıkıp yattık. Keyin giremiz desek yok. Çayını akeldik. Yatıp bakan ağlamına жерде. Енді деген spektaklь ayağım basına gelip sonra керемет қызық сонда әркімден күліп айтатын кезіміз бар. Енді Абзал, мен сен папаңмен ұзақ жылдар таныс болмасам да, біз кішкене кезімізден ол кісіні телевизордан сомдаған рөлдерін көріп жүрдік. Бірақ кейіннен Алла қалап мен осы Мүсірепов театрына құлагер спектаклін қойған кезде, сол құлагер спектаклінде бір үлкен сол спектакльдің бар жүгін көтеріп жүрген бір қара халық деген персонаж бар. Соның образын жасады. Енді өкінішке орай, сол біздің құлагер спектаклі біздің Дархан ағамыздың ең соңғы рөл болып қалыпты. Ең соңғы театр сахнасында сомдаған рөл болып. Барлығын соншалықты шебер сомдады. Мен бүкіл спектакль кезінде жаңағы барлығына бөлетін сөздердің барлығын біз уақыт өте келе Дархан ағаға лайықтай бастадық та. Өйткені тұлғалық жаңағы личность деген нәрселер болады. Соған келген кезде сол Дархан ағаның сол спектакльде өмір сүріп жүргені сол спектакльдің бір өзегіне айналды, жаңағы тобырдан бөлініп, жеке үлкен бір персонажға айналып кетті. Қазіргі уақытта да ол спектакль біздің театрымызда жүреді, келіп көрсең болады. Біз сол бір спектакльді Дархан ағамыз өмірден өткеннен кейін сол кісіге арнап ойнадық та. Сол кезде вод деген болады театрда. Сол водқа кірген кезде водқа кірген актер барлығын сенің папаң қалай жасады, тура солай өзгеріссіз жасап шықты. Өйткені ол бір жағынан біздің театрдың Дархан ағамызға деген бір шексіз құрметі дейміз бе. Абзал, мынау Дарханжанның құлагерде киген бас киімі, шапаны. Осыны кәдімгі әкенің бой тұмарындай етіп, көзіңе бісміллә деп кигізейін. Бісміллә. Өкінішке орай,
Өзегін өксік кернеген Дарханның анасы бұл фильмде сөйлей алмады. Және Дарханның жақын туыстары, жан достарының да көптеген жақсы тілек, игі ниеттері, Дарханға деген сағыныш толы жақсы сөздері сыймай қалды. Олардың Дарханды әлі де жақсы көретінін, сыйлайтынын, сағынатынын білеміз. Олар Дарханды әлі де сағынып іздейді. Бәріміз іздейміз. Біз енді оны айтылмай қалған әннен, тартылмай қалған күйден іздейміз. Біраз достың тілегі Дархан жайлы естелік кітапқа жазылды. Ғалия Қайдаулықызы деген әпкесі сағыныш атты арнау жазып, оған Қанат Құдайбергенов ағамыз ән шығарды. Алмат Исәділ бауыры жазған Достаңсау деген өлеңге Қанат Ибрагимов бауыры ән шығарып, Мұрат Тоқашбаев орындады. Ал енді Айбол Құдайбергенов інісі Дарханға арнап Әзілкеш деген күй шығарды. Алқұлыным ат тұяғын тай басар деген Дарханымның көзі, артындағы ізі, абзал балам, жай қолыңды. Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын, қандай қиын істеде бір Алла өзі қолдасын. Жолың болып жортқанда қызырайлығы салынбасын жолдасын. Еліңнің елеулісі бол, халқыңның қалаулысы бол. Әкеңнің жолын қуып, абыройын асқақтата бер. Алла тағала анаңның көз қуанышы бол. Еліңе тек қызмет етуден танба, талма айналайын. Үлкен тұлғалы азамат болыңды Алла тағала нәсіп етсін. Негізі кішілерін ұрып жатушы еді. Дарханды көп ұрып қоятын. Дарханның несі сондай болады. Момын, жуас. Аяғанды ғой ол, әйтпесе. Талай рет рогаткамен атып, көзімде көп өттім, мұрындаған аттым. Аяз мықты болады ғой, білесіз ғой. Бір күні туалетке шығып кеткен. Қанша оқиды? 7-8 оқиды ғой. Соң жоқ болып кетті Дархан. Бұл не жоғалып кетті соншама деп. Сыртқа шықсам, ворота темір болатын, соған тілін жабыстырып, қатып қапты бүйтіп. Соң мен қасына келсем, бүйтеді, бері кел деп, соң барып не десем, енді айтып сөйлей алмайды оған. Мына жағынан қан шығып барады тіліне. Есіме түсті, сумен жібітіп алайын деп. Соң барып үйден чайникке жылы су құйып, күйдіріп алмайын деп. Үстінен құям, анау кішкене ериді. Аяздан ба қайттан жауысып қалады, суды тоқтатсаң. Әйтеуір сөйтіп қан қып тілін суырып алдық. Темір ворота дейді, қақпадан, калиткадан. Сондай бір есімде қалды. Өзі Сарко дейтін қарындасы Гүлмира толқып сөйлей алмады. Бірақ қарындасының Инстаграм парақшасын ақтарсаң, ағасына деген сағынышы көрініп тұрды. Мен осы жасқа дейін Ардашка деп келген біздің семьяда тұтқан Дархан аға. Ардашка, постоянно Ардашка болдым. Және Дархан аға 91 жылы Монғолияда гастрольде болған кезде альбом сыйлаған. Мен 9 класста оқыдым, мына альбомды сыйлап. Сол ол кезде шетелге шығу деген бәріне арман болды ғой. Сөйтіп Дархан аға сонда үлкен гастрольге барған. Дархан аға туралы осындай деректі фильм түсірген достарына көп-көп рахмет айтамыз. Раббым разы болсын. Аман болайық. Үйге келе жатса өйтесің ба дейді. Иә десін. Бір картошкаңды қуырып қой дейтін. Иә, міне картошкаң дайын. Картошка жақсы көретін еді, қуырған картошканы. Соны дайындап қойшы. Томалаққа барсақ та, тастан тойға бармай қалған кезде жалғызыратпайды. Жанында жүріп, екеуміз андай. Бір білмеймін өзім. Ерке болдым ол кісіге. Ойларда бірге. Билеп ортада жүріп жүріп. Aynası yedim alkanın Ezilmen isteyenin min Ottuğu buldu
қалқаның семсермәр қалқаның таусылдау ерте талқаның сен келер деп күткендей нарынқолменен шалқарың шерімді шертіп күйіммен мұңымды кімге айтамын шерімді шертіп күйіммен мұңымды кімге айтамын айнагүлім 5 жылдың ішінде ерке болып өсті. Осы еркелігін көтеріп, білместігін білдіріп, екеуі жетектесіп, осы өмірді сүрді, аз ғана уақыт өмір сүріп қалды. Әлі де көретін күні, жасайтын жасы бар еді. Амал қанша мажал артығымыздан алып кетті. Әлі күнге шейін ойымыздан кетпейді. Сағынамыз. Ал енді Дәкеңмен танысқаннан кейін бірден сол танысқан күні кеш ұйымдастырды ғой. Дәкеңде бір ерекше ұйымдастырғыш қабілеті бар ғой. Сонымен сол жерде кейін де таныстығымыз жалғасып сол Дәкеңнің өнер адамы ретінде тек актер ғана емес, өзі домбырада да, домбыраның шертісі де өзі бір ерекше қағыстары болатын. Соған көзім жүгіріп қызығып отыратын мен. Гитараның да түрлі әуендерді, әзіл әндер көп еді. Айтқан сөзің бітеу оқ сияқты, жеке түскен жоқ сияқты, бірақ маған сенсіз өмір жоқ сияқты. Енді Дәкең менің өмірімде тек Құдай қосқан қосағым ғана емес, қолдаушым, әрдайым қамқоршым болды, сырласым болды, досым да болды. Ақылшым да болды керек жерінде. Арқа сүйерім болды енді. Жалпы бір сөзбен айтқанда, тіпті құруларыма енді оның басып, мен үшін Дәкең болса болды болды өмірімде. Төрт қолдан түгел. Өнердегі әріптестері, достары, туыстары, барлығы міне жан-жағымызда қаумалап, жабырқаған көңілімізді жадыратуға талпынып, Дәкеңе арналған мынау әндердің жинағын шығару, естелік кітабын жарыққа шығару, деректі фильмін дайындау, Дәкеңе арнап түрлі спорттық шараларды ұйымдастыру сынды театр ұжымы да алғаш бастамасын бастап турнир өткізіп міне сондай адал ниет, әппақ көңілдерменен осындай аласапыран заманда алтын уақыттарын бөліп, уақыт тауып, осындай үлкен еңбекті іс жасап жатқан азаматтардың барлықтарына үлкен
алғыс білдіремін. Құбылған мынау мың түрлі, өзіңсіз өмір бір түрлі, кез келген мұңды жеңетін оу, сағындық жарқын күлкіңді. Өзіңді тағы ойға алып, ахоу, ахоу, отырмын үнсіз толғанып, жүректе қалды естеліктерге айналып. Өзгеше еді өрнегің, қырандай көкке өрледің, көз жазып қалдау өзіңнен оу, адасып кейіп керлері. Өзіңді тағы ойға алып, ахоу, ахоу, отырмын үнсіз толғанып, жүректе қалды естеліктерге айналып.